Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода беттегі әжімді үй жағдайында кетіруге көмектесетін 5 өнім жайлы айтатын боламын. Ең алдымен каналыма жазылып, колокольчик батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Бетке ерте әжім түсуі бет бұлшықеттерінің босаңсуының нәтижесі. Қазірде әжім тек қартаю салдарынан емес, экологиялық орта, адамның өмір тәртібі және басқа факторларға байланысты болады. Әжім терінің созғыш қабаттарында пайда болады. Әжімді кетіретін бір жол жаттығулар жасау. Мәселен, күлуден пайда болған әжімдерді кетіру үшін ауызға ауаны молынан толтырып, бетті домалатып үрлеңіз. Ауыздағы ауаны оң жақ бетінен сол жақ бетке ауыстырыңыз. Сондай-ақ бетке түскен әжімдерді үй жағдайында да қолда бар жеміс көкөністердің көмегімен де арылуға болады. Қызанақ құрамында дәрумен мол болады. Оның ішінде С дәрумені алдыңғы орында. Ол теріні ұтымды түрде қорғай алады. Ондағы мол А дәрумені терінің серпімділігін сақтайды. Қызанақты ұсақтап турап, жаншып, шырынын шығарып алып, оған азырақ бал араластырып бетке жақса, әжімді тіпті жақсы кетіреді. Мандарин құрамындағы Б дәруменінің теріні жию және жұмсарту қасиеті болады. Мандаринді қабығымен жаншып, бір апта бойы бетке жақса, теріні жұмсартуға және әжімді кетіруге көмектеседі. Бананды езіп, оған жарты қасық зәйтүн майын қосып, біркелкі араластырып бетке жақса, әжімді кетіреді. Сиыр сүті. Бет жуған соң сиыр сүтін жағып, иектен жоғары массаж шөткімен айналдырып массаж жасап, сиыр сүтін теріге толық сіңірсеңіз, беттің қан айналысын тездетіп, терінің қоректенуін жақсартып, оттегімен қамындау мөлшерін жоғарылатады. Сонымен тері әуелдегідей серпімді қалыпқа келеді, жүзіңіз тұрланып, әжіміңіз азаяды. Жұмыртқаның ағы. Азырақ жұмыртқа ағына жаңа сауылған сүт, бал және ұн қосып араластырып, қой малжың ботқа жасап, бетке тегіс жағады. 15 минут өткен соң жуып тастаса, теріні жұмсартады, әжімін кетіреді. Достар, осы маскалардың ішінен өзіңізге ыңғайлысын алып, тұрақты түрде жасасаңыз, міндетті түрде нәтижесін береді. Видео сіздерге қандай да бір пайдасын тигізген болса, каналыма жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.